Сәлем, бүгін біз акциялар жасауды үйренеміз. Бұл үшін постерде конструктор бар. Оның көмегімен біз шарттарды икемді түрде реттей аламыз. Бірнеше танымал акцияларды жасайық. Мысалы, сыйлық ретінде 6-шы кофе. Жарнамалық маркетинг қойындысын ашыңыз. Акция қосу түймесін басыңыз. Сыйлық ретінде 6-шы кофенің атын және акцияның басталу және аяқталу күндерін көрсетіңіз. Науқан шарттары бөлімінде кофе санатын таңдап, дәл 5 санын көрсетіңіз. Жинақтау шарттары өрісінде бірнеше чектерде жинақталған сомалар мен сомаларды таңдап, аптаның күндерін және науқанның жұмыс уақытын көрсетіңіз. Науқанға қатысушылар өрісінде блокта тек тіркелген келушілерді көрсетіңіз. Нәтижесінде клиент алатын акция нәтижесі, бонустық элементтерді таңдап, 1 санын көрсетіңіз. Бонустық тауарды алудың шарты жеңілдік пайызы болады. Бонусты алу уақыты өрісінде 100% көрсетіңіз. Келесі сатып алулар кезінде берілетін бонусты таңдаңыз. Өзгерістерді сақтаңыз. Енді бақытты сағаттар акциясын жасайық. 18:00-нен кейін пісірілген өнімдерге 50% жеңілдік. Акцияның атауы мен жұмыс істеу мерзімін көрсетіңіз. Науқан жағдайында дәл бір кондитерлік өнімдер санатын таңдаңыз. Жинақтау шарттарын бір чекте бірнеше рет жинамай таңдаңыз. Егер чекте бірнеше жарнамалық тауарлар болса, акция дүйсенбіден жұмаға дейін барлық жұмыс күндері жұмыс істейді. Акцияның жұмыс уақыты 18-ден 22-ге дейін болады. 00. Акцияға қатысушылардың барлығы келушілер. Акция нәтижесі блогында жарнамалық тауарларға жеңілдік пайызын таңдап, 50% көрсетіңіз. Өзгерістерді сақтаңыз. Енді оның терминалда қалай көрінетінін көрейік. Дүйсенбі күні кешке болды делік. Тапсырысыңызға пісіру санаты бар орынды қосыңыз. Жоғарғы оң жақ бұрышта акция түймесінде хабарландыру пайда болады. Тапсырысқа қолдану үшін оның суретін басыңыз. Постер статистикасын талдаңыз, сатылатын акцияларды жасаңыз, тұтынушыларыңызды үлкен сатып алуларға ынталандырыңыз және орташа чекті көтеріңіз. Күндеріңіз сәтті өтсін және керемет сатылымдар жасаңыз.